Сәлем достар, микрофонда мен Ильяс Байсейіт, бұл информатика каналы. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз IP адрес, IP адрестердің қалай класстарға жіктелетіні, және сол IP адрес арқылы қанша компьютер ішіне сыйғызуға болады. Одан бөлек сол компьютердің желідегі қандай номермен шығып жатыр, және осы желідегі именно осы IP-дағы компьютердің номері қандай, біз соларды қалай анықтау керек болатынын танысатын боламыз. Жалпы IP адрес екі бөліктен тұрады. Ол желі номері және осы желідегі хост номері немесе компьютердің номері. Біздегі желідегі бұл желі номері осы бізде, и дальше хост номері болады. И қазір класстарға, сыныптарға тоқталамыз. Сыныптарға тоқталмастан бұрын IP адрес бізде жалпы екі хаттамамен жұмыс жасайды. Біріншісі IPv4, екіншісі IPv6. IPv4 дегеніміз, значит, ішінде 4 октет бар деген сөз. Ол октет дегеніміз, ол 1 байттық разряд. 1 байттың ішінде 8 бит бар, яғни бірінші октетте 8 бит, екінші октетте 8, үшінші октетте 8, төртінші октетте 8. Ол бізде жалпы құрамы 32 битті құрайды. Яғни 2-ның 32 дәрежесі 4 миллиард 294 967 296 IP адрес беруге болады жалпы осы номермен. Енді қараңыздар, мынандай қызық нәрсе бар. Жалпы IP адрес деген кездегі бізде мынаны удалить жасайын. Так, IP адрес деген кезде біз IP адрес деген кезде арасында 3 нүкте болады. 3 нүктеден бұрын ол жердегі IP адрестер максимум саны 255 болады. Неге? Себебі біздегі ол 2-ның дәрежелерімен есептелген кезде ол бізде максимум 8, яғни біз жазаламыз 8 бит жазаламыз, ал 2-ның 8 дәрежесі 256. Ал 256 нөлден басталғанда ең үлкен цифра 255 болады. Сонда бізде түсінетін нәрсеміз IP адрес деген кезде бізде, яғни біз максимум қолданатын санымыз 0 мен 255 аралығында. Бізде мынандай нәрсе. Ондық санау жүйесіне жазылған адрес бізде 192, 168, 104, 115 деген сияқты адрес. Бұл бізде екілік санау жүйесінде басқаша жазылуы мүмкін. Например, былайынан алайық. Ондық санау жүйесіндегі сан бізде IP адресте былай жазылады. Калькулятора кірейін. Вид обычный емес, уже программист болады. Осының ішінде, мысалға 192 дегенді, ол бізде бинарный ауыстырған кезде 2, 1 и дальше 0. 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Одан кейінгісі бізде 192-ден кейінгі адрес. Төбе көтере салайын сәл. Так, мынақа көтере салайын. Қайтадан түсірем. Одан кейінгі адрес бізде 168. 168-ді қазір 168-ді айналдыратын болсам, 10, 10, 10 и дальше 0. Так, 10, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Келесі 115. 115 дегеніміз, ол бізде 104 бірінші. Так, 104 дегеніміз, ол бізде 104 екілік санау жүйесінде 110 и 1000 болады. Қараңыздар. 110 и 1000. Бірақ түсініңіздер, қараңыздар. Бізде ол болу керек 8 бит. Егерде бір, яғни биттер, яғни жетпей қалатын болса, біз алдына қарай 0-ді қоса береміз. Мысалға 0 болатын болса, мына жерде 0 болады. Дальше алдына 7-0 қосамыз. Оған мысал ретінде, мысалға, сізде егерде 500 теңгеңіз болатын болса, сіз алдына бір 5-0 қоссаңыз да, ол бәрі бірде 500 теңге болады. Мысалға, менде 0,00 500 теңге бар деп айтатын болсаңыз, ол бәрібір 500 теңге. Себебі сіз 0,500 теңге деп жатқан жоқсыз, а просто 0,00 500 деп айтасыз. Яғни ол санның 0 ешқандай құнын өзгертпейді. Алдына қанша 0 қосса да, ол бізде санның құнын өзгертпейді. Келесі 115, ол бізде жазылады 0,111 и 0,011.
0, 111 и 0. 0, 111 и 0011. 11. Қараңыздар. Енді бұл бізде жазылу түрі 192, 168, 104, 115. Бұл біздегі қазіргі кездегі мынау ондық санау жүйесі, ал мынау біздегі тұрғаны екілік санау жүйесінде. Бізде осы именно осы нәрсені айналдырып үйреніп алсақ, дальше бізде проблема болмайды. Қазір қараңыздар, ұбд-да келетін ең бірінші тапсырма бізде мынандай. Бұл тапсырма IP бөліктерін қайта қалпына келтірейік дегенді. Так, осы мысалды қазір жасап көрейік. Мысалға былайынан қараңыздар. Бізде осылай берген, и осылардан бізден IP адрес құрастыру керек деп айтқан. Көз алдымызға елестейік, қараңыздар. Так, мынау болсын. Біз осылардың әріптерін орнын қоя аламыз, бірақ сандардың өзгерте алмаймыз. Мысалға айтайық. Қазір мен осы жерде ұғынатын нәрсем бар. Максимум әр октетте, бір октетте аспау керек, яғни кішкентай болу керек. Қаншадан? 255-тен. 255-ке тең немесе кішкентай болу керек. Сонда бізде былай болады. Мысалға бір комбинациялы көрейік. Мысалға В, Б, А дегенді алып көрейін да, мысалға. В дегеніміз 1, точка 240, 2421 болып кетті. Одан кейін бізде Ә дегеніміз, так, Ә деген, еще точка болмайды бұл жерде. Так, точка болмайды. В, Б, одан кейін Ә дегеніміз 5.106, точка 75. Яғни қараңыздар, мына октетте кеп тұр, мынау кеп тұр, бірақ та мынау келмей тұр. Себебі мына жердегі бір октеттегі, яғни екінші октет келмей тұр. Бір октеттегі санымыз максимум 255 болу керек. Сонда біздегі біз бастайып көрейік. Б деген адрестен бастайтын болсақ, Б болсын. Мысалы, ол бізде 21-ге тең. Енді қараңыздар, 21-ге біз қандай санды жалғасақ, ол яғни 255-тен асып кетпейді. Например, біз жалғауымызға болады әні. Мысалға, әні жалғап көрейік. Әні жалғайтын болсақ, бізде 215.106 болды. Дұрыс па? Енді қараңыздар, 106-дан кейін бір сан қосатын болсақ, бізде ол 4 таңбалы сан болып кетеді. Значит, логично біз 75 деген, яғни амал жоқ А дегенді аламыз. Ол бізде 70.75 дегенді береді. И одан кейін амал жоқ соңғы әріп қалған, ол бізде В. В дегенді алатын болсақ, бізде 751.24. Мынау адрес жарайды, мынаусы жарамайды, мынау жарайды, жарамайды. Значит, мынау біреуін жарамаған арқасынан ол бізде қабылданбайды. Онда біздегі қазіргі кездегі, значит, Б бізде дұрыс. Бұдан кейін сонда біз алу керекпіз 200 Б, В дегенді алып көретін болсақ, сонда нақты 21 и қосамын оған 1.24 и дальше 240 менде аспау керек. Мысалға максимум, яғни бір сан ғана қосалым, значит менде Ә болу керек. Ә болатын болса 245.106 и амал жоқ не қоямын мен? Амал жоқ А деген әріп қоямын. Себебі одан басқа менде әрбім жоқ. .75. Төртінші октет жарайды, үшінші жарайды. Яғни бізде жауап Б, В, Ә деген жауап осылайынан шықты. Тура осылайынан біз қазір астындағы тапсырманы жасап көрейік. Мысалға бірінші тапсырманы жасап көрейік. Бірінші қараңыздар. Менде бөлек тұрған 21 деген тұрды. Яғни 21 ешқандай нүкте жоқ, значит мен содан бастаймын. Ә дегеннен бастаймын. 21 болады. Енді әге мен жалғаймын. Енді қараңыздар. Мен жалғауыма болады 212-ні немесе мынаны. А дегенді жалғап көрейін мен. А болсын. 213.212. Точка деймін енді 42-ні жалғаймын. Точка болу керек бұдан кейін, потому что басқа мынаны жалғайтын болсам 2021 и тағы да 21 болып кетеді. Ол болмайды. Сол себепте В дегенді жалғап көрем. В дегенді жалғап көрсем менде точка 42 болады. И дальше одан кейін амал жоқ Б-ны жалғаймын. И ол кезде не болады менде 2-де 12.
яғни 3 октет жарайды, только мынау жарамайды. Значит, бізде соответственно бұндай жауап қабылданбайды. Значит, бұл комбинацияны біз сызып тастаймыз деген сөз. Так, значит, былай әлі 21 бола берсін. Онда бұны жалғаймын ғой. Сонда 21 21-ге 2.12. Енді дальше мына адресті А-ны жалғап көрейін. Сол кезде 123.212 и біз соны жалғай саламыз В-ны. Сол кезде менде болады .42. Мынау жарайды. Мынау жарайды, мынау жарайды, мынау жарайды. Сонда бізде шығады мына адрестікі Б, А, В деген мысалға жауапты көрсеңіздер, ОТ-да белгілей саласыздар. Так, өшіре салайын. Так, келесі мысал бізде мына мысал. Енді қараңыз, бұл жерде Б дегеннен бастап көрейін, себебі 16 біреу жалғыз тұрып, Б дегенді жазып көрем. Б дегенді жазып көремді, ішіне 16 деп қалдырып қоямын. Енді қараңыздар, осы жерде любой, яғни любой бұғына мынаны жаласам, мынаны жаласам болады. Мен бірінші В-ны жалғап көрейін. Б, В дейін. Сол кезде 168.132 болады. 132 деген обязательно маған точка керек. Значит, точка 64 болады. Точка 64 болған кезде менде одан кейін оған жалғау керек. Амал жоқ, Ә дегенді жалғаймын. Сол кезде Ә деген жалғаған кезде 642-де 16 болып қалды. Бұл менде адрес, мынау адрес келмей қалды. Значит, мен бұны бұлай жалғамау керекпін. Значит, адресті алып тастай саламын. Енді мен алып көремін бұлайдан. Бұлайдан алып көрейік. Так, Б бола берсін. Бұдан кейін 16-ға мен жалғап көрейін. Лучше Әні. Әні жалғайтын болсам 162.16 болады. Потом В-ны жалғайын. 168.132 болды. Точка 64. Бізде А болды. Сонда біздегі мына жауап қабылданады деген. Себебі әр октетте 255-тен аспайды. Б, Ә, В, А деген. Келесі мысал. Б заданиясында мені қараңыздар. Уже мен В-ны ала берем. Бөлек тұрғанын ала берем. 20 болсын. Дальше оған А-ны жалғап көрейін. А-ны жалғайтын болсам 2.162 точка 61 болсын. И одан кейін мынау 614 болып кетеді екен, точка 18. Бұл бізде қабылданбайды екен. Значит, бұдан кейін А-ны мен жалғай алмайды екен. Значит, мен бүйтем. Бұдан кейін мен жалғап көрейін. А-ны емес, Ә-ні жалғап көрейін. Точка 18. И дальше одан кейін А-ны жалғап көрейін. Ол бізде 182-де 162 болады. И одан кейін амал жоқ, Б-ны жалғайым. Б дегеніміз точка 61. И бізде осы адрес болады екен. Себебі төртеуі де сәйкес келіп тұр. В, Ә, А, Б. Так, келесі. Келесі бізде мынау тапсырма. Так. Мен мына жерде қараңыздар. Бұдан бастай алмаймын. Неге? Себебі жалғаған тока жалғай алам. Мен мына жерде А-ны. Ол кезде бірақ вариант болады. 65-ке одан кейін 2-ні жалғау керек болады. И бұны яқта мен саным жетпей қалайын деп тұр. Так, көре салайық. Бірақ негізі ол вариант негізі дұрыс емес вариант ретінде мен уже көріп тұрмыншы. Мына қосамын. Мысалға амал жоқ А-ны қосамын. Точка 65 болды. Енді амал жоқ точка 2 кету керек. Уже Г болады. 39-65. Енді оған амал жоқ жалғаймын. Мен қайсын жалғайым? 210 болады да. И амал жоқ тағы да Ә-ні жалғадым. Одан кейін амал жоқ менде В ғана қалады.
Мына жердегі саным 2128. 2104 деген саным келмей қалды. Ол үшін менде сан амал жоқ, всегда неден бастай аламын? Әден бастай аламын. Негізі көп жауаптықтарда келуі мүмкін осы. Себебі бесеу болған кезде вероятность того, что шығатын IP сандар екеу немесе үшеу болуы мүмкін. Әден бастайық. Әден бастасақ, одан кейін бізде 10 болды. 10-ға мысалы 4-ті жалғасақ болады. 4-ті жалғасақ бізде әв болды. 104.28. И бізде болсын, мынақта точка 2 г болсын. И оған г, әв, так, мынау кетті, мынау кетті, мынау кетті. И мынаған 39 жаласам болады екен. Б деген жаласам, менде 239.65 болады. Мынау жарайды, мынау жарайды, мынау жарайды. Бірінші вариант осы. В, Г, Б, А. Екінші вариантты көрейік. По-моему, шатаспасам, әвден біз бастау керекпіз всегда. Әвдан бастайтын болсақ, всегда негізі ана соңындағы үшеумен ауыстыруға болады. 104.28. И дальше осы жерге жалғай береміз. Мысалға, былайынан істейік. А-ны жалғап көрейік. А-ны жалғайтын болсақ 65. И одан кейін 65-тен кейін 654 боламайды. Г-ны жалғайтын болсақ 2. И одан кейін точка 2. И осыған Г-ға одан кейін Б-ны жалғай саламыз. Өзде болады бізде 239. Мынау жарайды. Екінші вариант әв, А, Г, Б. Осындай мысал. Так, келесі мысал бізде екінші тапсырма берілген. Досы бізге осының арасын IP адрес қылып бер деп айтқан. Мысалы 37, одан кейін 370 боламайды, амал жоқ, точка қоямыз. 179, осынан кейін точкаға қоямыз. 54 қоямыз. 542 боламайды. И 234 болады. Осылай жасау. Яғни главный шарт бұл жерде. Главный шарт мынау 255-тен аспаса болды. В принципе, осыны оқсақ, қалғандары қиын емес. Так. Жалпы 32 бит. Біздегі мынау. В принципе, осы. Енді келесі нәрсе бізде сыныптар. Сыныптар ол бізде класстар. Қараңыздар, класстар бізде айтқан желі бірнеше IP адрес сыныптары анықталған дейін. А адресінде 8 бит, желі номеріне 24 бит хост номеріне бөлінген. А Б адресіне 16 бит, 16 бит хост номеріне. С адресіне 24 бит желі номеріне, 8 бит хост номеріне. Д резервте, Е резервте тұр. А класы 0-ден бастап 127-ге дейін. Ал Б бізде 128-ден 191-ге дейін. С класы 192-ден басталады 223-ге дейін, Д класы 224. И дальше неден басталып кетеді екен. Жалпы бұл бізде былайынан болады. Бізде Атамұра баспасында осындай бізге шпаргалка беріп қойған. Яғни А класы 0 деп басталады всегда, Б класы 10 деп басталады всегда, С класы 110 деп басталады, и Д класы 1110 деп басталады, Е класы яғни бізде басталады, яғни 4-1 и 0 болып саналады. Енді былай жасайық, қараңыздар. Осы жерде жақындатайын да қазір қайтадан салыстырамыз. Мынаның барлығы 2-нің дәрежелері, мысалға 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Қараңыздар. Осы жерде айтқан А класы 0-ден басталады деген, дұрыс па? И дальше былай жасайын. Мыналардың барлығын мен асты қарай түсірейін. Сол кезде барлық санның қосындысы бізде максимум қаншаны береді? 127. Бұл 127 қалай шықты дейтін деп атқан болсаңыздар, бұл былайынан қараңыздар. Мынау бізде ең бірінші адрес, мысалға былайынан 1 болсын. Бірақ алтын бәрі оның не болады? 0, 0, 0,
0 0. И одан кейін 0-дан кейін бізде болады, 0 болады да, мына жерде 1 болады. Одан кейін 0 11 болады. Одан кейін 0 11-ден кейін мына жерде 100 болады. Уже қарасаңыздар, үшінші комбинация келеді. Одан кейін 101 болады. Одан кейін 110 болады. Потом 111 и дальше 1000 болады. И дальше 1001 осылайдан жасалған кезде 127 түрлі комбинация жасай алады екенбіз. Соның яғни бізге меңзеп тұр. Сол кезде барлық сандардың қосындысы бізге береді. А класының максимум саны бізде 0-ден басталады да 127-ге шейін барады. Келесі бізде 10 деп басталу керек. 10 деген сөз, значит, 128 асы қарай түседі. Мына жерде 0 болу керек деген сөз. Яғни 0 мен 1 деген сөз, мына сандар бар деген сөз, ол значит 1, ал жоқ дегеніңіз значит 0 деген сөз. Значит, бізде 128-ден басталады Б класы, и дальше мыналардың қосындысы береді максимум 10 санын. Сол кезде ол 128-ден басталып 191-ге дейін барады екен. 191, 255, 255, дальше болады. Одан кейінгі сан бізде болады 192. Онда бүйтіп қараймыз. С класы 110. Мысалға 11 деген сөз, значит, мына екеуі 11, екеуін түсірем. Дальше мынау 0. Дұрыс па? Значит, сет бізде 192-ден басталып тұр, мынау уже басталып тұр 192-ден, и дальше барады 223-ке шейін. Қалай барады? Ол, значит, аяқтарды қосқан кезде 223-ке дейін барады. Одан кейінгі адрес бізде D адресі. D адресі бізде былайынан үшеуі бірінші түседі. Дальше 0 болады. И дальше мыналардың қосындысына тең болады. Сонда 224-тен басталады да, и мынаның қосындысына максимум барады. Сонда ол 239-ға барады. И келесі бізде Е класы, ол бізде Е класы 4-1-ден басталады. Значит, 4-1 дегеніміз, 4-еуі бар деген сөз. Дальше 0, 240-тан басталады да, 247-ге дейін барады. Енді қазір мына жердегі IP адресті салыстырайық осы жерден. А класы 0-ден бастап 127-ге дейін, Б класы 128-ден бастап 191-ге дейін, С класы 192-ден басталып 223-ге дейін, Д класы 224-ден басталып 239-ға дейін, 240-тан басталып 247-ге дейін баратын біздегі жалпы класстар. Енді қараңыздар, маңызды ақпарат бұл бізде болады компьютер санын анықтау. Бұл компьютер санын анықтау маска арқылы жүреді. Осы жерде қазір айтып кетіп жатырмын, чтобы кейін қайтадан тоқталамын да, бізде түсінбей қалмаңыздар. IP адрестегі осы жерде маскалар саны арқылы біз тек компьютерға қанша сан сиятынын білеміз. И бізде осы хост номерін береді. Значит, бізде болады ол 2-ның n дәрежесі минус 2. n деп атқанымыз нөлдер саны. Например, мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 номер бар. 7 дегеніміз 2-ның 7 дәрежесі 128. 128-ден 2-ні алып тастаймыз, ол кезде бізде 126 қалады. Ол дегеніміз яғни бүкіл сет 0-0-0-0 бола алмайды, и 1-1-1 бола алмайды. Сол себепті 2 адресті алып тастайтынымыз сол себепті. Келесі А сыныбы. А сыныбы, естеріңізде болса, бізде айтқан 8 бит. Ол бізде желі номеріне, 24 бит хост номеріне деген сөз. Значит, 24 дегеніміз, ол бізде 2-ның 24 дәрежесі, 2-ның 24 дәрежесі ол бізде 1 миллиард, қанша миллиард болып кетті, так. 16.777.216 болады да, и одан 2-ні алып тастаймыз, бізден шығады, ол осынша компьютер ішіне 16.777.214 хост номер, яғни сонша компьютер ішіне сыйғыза аламыз деген сөз. И Б сыныбы. Б сыныбы бізде 14, яғни 16 бит желі номері, 16 бит хост номері, яғни 2-ның 16 дәрежесі 65535, и 536, точнее, и минус 2 бізде сияды
Ол бізде шығатын саны бізде 65534, яғни компьютер номерінің ішіне сыйғызсақ болады. С сыныбында тура сондай 24 бит бізде желі адресінде 3 бит еще бар. Общий 24 и 8 бит қалады. 2-ның 8 дәрежесі ол бізде 256, минус 2. С сыныбына бізде 254 компьютер сыйғызсақ болады. Д сыныбына ол бізде әлі резервте тұр. Сол себепті біз оған тоқталмаймыз.